Ақтөбе облысында тұрғындар үйлеріне орала бастады. Алыс елді мекендерде де жағдай қалыпқа түсе бастаған. Арнамыздың тілшісі Айдос Игіліков арнайы сапармен Ақтөбе облысына да барған болатын. Дәл қазір су басқан ауылдардағы жағдайды өз көзімен көрген әріптесімізбен байланысқа шығып, мән-жайды білсек. Айдос, Ақтөбе облысындағы жағдайды өзіңіз баяндап берсеңіз, ауа райы қалай? Тасқын судың беті қайтты ма? Қайырлы күн, Ақтариға, мен дәл қазір сәтте Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласындамын. Мұнда ауа райы жылы. Дәл қазіргі сәтте біз Ақтөбе қаласының орталығында тұрмыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осыдан 1-2 күн бұрын дәл осы орталықтың толық су шайып кетті. Мынау тұрған мына су өткелдер, мына жолдың жиегіндегі мына бүгін кеп арнайы судың шайған іздері тұр. Қазір сәтте біз Ақтөбе қаласының тұрғындарынан арнайы сұхбат алу үшін сіздерге келе жатырмыз. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Есім Айдос болады, Түркістан телеарнасынан. Жалпы Ақтөбедегі жағдайды айтыңызшы, 2-3 күн бұрынғы шын мәніндегі бет-бейнесі қалай болды? Қала қалай болды? Тұрғындар үрейде болды ма? Осыған байланысты. Халық айдық үрейде болды. Жойқын айдық су келді. Мына Ақтөбе жаңа су қоймасынан айдық су келді. Қапыда қалды халық енді. Өте оңай болған жоқ халыққа. Қалай қорқыныш, қалай не істейміз деген ой бар. Енді мына қазір көріп жатқандарыңыз мына сазы деген мекеннен келетін ағатын су ғой. Осының менің алдым керуен шетігінің алдым өтіп, елекке құйылады болды. Бұл жерде айқын жағымда сендерді көріп жатсыздар. Мен ауылдық ел мықты суға кетті. Ойыл ауданы, Бершейіп ауылы, елді мекені суға кетті ойдай. Ойдай адамдар неге ұшырады, ел күл жер суға кетті. Дұрыс айтасыз. Мал шығыны көп, малдар қанша елдің осымен күн көріп отқан ауылдың малымен көріп отқан жаңа халық қой. Осыларға қиын болды. Енді үкімет тарапы осыған жәрдем берсе деп етеміз. Жақсы жаңағы бөлініп отқан жағынан нелерін тиісті жерлеріне жақсы жетіп, халыққа соны тілейміз енді. Халыққа сабыр тілейміз. Рахмет. Аман болыңыз, ауырмаңыз. Студия, құрметті студия, қазіргі сәтте су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға арнайы гуманитарлық көмек жан-жақтан ағылып келуде. Соның бірі бүгін түскі сағат 2-лер шамасында Түркістан облысынан 30 тонна арнайы гуманитарлық көмек келуі керек. Жаңа көрерменіміз айтқандай, Ақтөбе облысының тұрғын айтқандай, Ойыл ауданында 318 үйді су басқан. Жалпы дәл осы облыста 757 баспана су астында қалды. Қазіргі сәтте арнайы комиссия құрылып, толық шығынды анықтауда. Толық шығын анықталғаннан кейін тұрғындарға өтемақы ретінде мемлекет арнайы ақша, арнайы көмек беретін болады. Қазіргі сәтте қасымда төтенше жағдай кезінде әркез Түркістан облысынан келетін Малика Абдрашқызы деген Қызылай қоғамының төрайымы бар. Сол кісіден сұрайықшы, Ақтөбе облысына жалпы Қызылайдан қандай көмектер болады? Малика Абдрашқызы, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Әрқашан сізді осындай төтенше жағдайда көреміз. Жалпы айтыңызшы, облыстағы жағдай қалай екен? Қазір көмек қалай болады? Өрт кезінде мысалы арнайы халаттармен қамтамасыз етеді, су кезінде қалай болады? Оны арнайы зерттедіңіздер ме? Осыған байланысты айтыңызшы. Қазақстан Қызылай қоғамы негізі осы төтенше жағдайдың кезінде қай кезде өзі қол ұшын береді. Сол себепті қазір осы Ақтөбе қаласына, Ақтөбе облысына, біздің Қызылай қоғамының филиалдарына біз көмек беруге келдік. Түркістан қаласынан бұндай төтенше жағдайдың кезінде ешкім бөлінбейді. Қазір осы халықтармен сөйлесіп, бірлесіп, сұхбаттасып, мына жерде осы қаланың ортасындағы болып жатқан эвакопункттардың зардап шеккен адамдармен сөйлесіп, солармен сұхбаттасып, олардың жандарына не керек екенін, соның барлығын біз анықтап, қазіргі таңда бүгін ертең келетін гуманитарлық көмегімізді арнайы соларға таратамыз. Одан кейінгі бізде жоба дреп деген жобамыз болады. Сол жобаның алдында осы Ақтөбе облысында қандай зардап шеккендердің өздеріне арнайы керекті нелері болады, өздерінің
сұраныстары болады. Мүмкін біреуіне коляска керек, біреуіне құлағына салатын аппараты бар, біреуіне таяғы бар, біреуінің тағы бір мұңы бар. Солардың барлығын біз деген қазір сол процесс жүргізуге қобда мен ойылға шығуға қазір дайындамыз. Рахмет Малика Абдрашқызы берген сұхбатыңызға. Қазіргі сәтте мынау Елек өзені деп Ақтөбе облысы үрей кешіп отқан Елек өзені арнасынан сәл болсын түсті. Арнайы мемлекеттік қызметкерлер бен арнайы қоғамдық ұйымдар бірге ұйымдасып, қазіргі сәтте дәл осы тасқынға төтеп беру үшін арнайы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірақ бір үрей бар. Егерде аяқ астынан ауа райы күрт жылып кететін болса, ол кезде ақтөбеліктерді тағы да әбігерлі күн күтуі мүмкін. Әзірге мендегі ақпарат осы. Ағдариға. Әріптес, бізбен Ақтөбе облысынан тікелей байланысқа шыққан әріптесі Майдос Игіліков болатын.